Біздер ойнауға шықтық. Қызым жаңадан ролик конькиін теуіп бастап үйреніп жүр. Әзірше осындай біздің ұстап істейді. Біздерде Норвегиядағы тамыз айына жаңбыр жауып тұр. Біз мынандай плаштарымызды киіп жүрміз. Жаңбыр жауып тұр деп үйге кіруге болмай, онан басқа үйде отырамыз жаз бойы. Ух ты! Встава, Зако. Все, құлап кетеді Томи. Встама. Жарайсың жаным. Нағада үйден шыққанда сүйемелдеп шығып едім, енді жайлап өзі үйреніп. Бір жақсысы Норвегияның мынандай көшелері дейтін бәрі асфальт төселген. Сондықтан осындай түрлі роликті конькилерге, велосипед үйренуге өте ыңғайлы. Кедіріп отыр емес, тек мынандай жерде мысалға лежачий полицейский сияқтылары бар. Мындай жерге келгенде, ой, тұра тұр. Оппа. Оп. Ой. Өзім тиіп алмасам да техникасын шамамен білем. Аяғында былай істейсің деп қоям қызыма. Бірақ әйтеуір жастардың бір жақсысы, бұлар тез үйренеді. Қызыма да айтып отырмын, бала кезінде үйреніп ал. Ертең өскенде онан басқа қиын болады бұндайға тұру деп. Ал біздерде міне жаңбыр жауып тұр. Қай істі бастағанда да барлық іске алға жылжу үшін жақсы практика керек. Соны біз балдарымызға үнемі үйретіп отырамыз.